Қазақстан тарихы бойынша нұсқа тылдауды әрі қарай жалғастырамыз. 15-ші сұрақ. Семей ядролық полигонында ауада ашық жарылыстар жасалған уақыт аралығы. Семей ядролық полигоны бізде 1949 жылдан басталған. Бұл екінші дүниежүзілік соғыстан кейін, Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан кейін Қазақстанның шығыс бөлігіндегі құрылған полигон. 49 жылдан басталса, бұл жердегі 50 мен 53 аралығы сәйкес келмейді. Келесі 49 бар. С вариантында 49 бар. Д 45 пен 53 аралығы сәйкес келмейді. Яғни, ауада ашық жарылыстар жасалған уақыты 49 жылдан басталғанын білеміз, бірақ аяқталған уақыты 63-ке дейін болмайды. Себебі бұл кезде бізде Сталин қайтыс болғаннан кейін Хрущевтің ел билеген уақыты 64 жылға дейін. Кейін КСРО басшылығына Брежнев, Андропов, Горбачевтар келеді. Олар да Семей полигонда ауада ашық жарылыстарды ұйымдастырған КСРО басшылары болады. Бұл жердегі сұрақтың жауабы 1949 жылдан 90 жылға дейін. Нақты алатын болсақ, 89 жылға дейін ауада ашық жарылыстар жасалған болатын. Келесі сұрақ 16-шы. Ежелгі Қазақстанның қола дәуіріндегі металл кендерін зерттеген ғалым қола дәуірі. Жалпы ежелгі Қазақстан кезеңі үшке бөлінеді. Ол бізде тас дәуірі, қола дәуірі және темір дәуірі. Осы кездегі екінші кезең қола дәуіріндегі металл кендерін зерттеген ғалым деп сұралады. А вариантында Зейнолла Самашев. Бұл ғалым бізде қола мен темірді, Зейнолла Самашев, қола мен темірдегі кендерді зерттеген кісі, яғни сол кезде қорымдарды. Келесі Әлкей Хақанұлы Марғұлан. Бұл кісі біздегі көбінесе қола дәуіріндегі қорымдарды зерттеген, ал біздегі қола дәуіріндегі металл кендерін зерттеген ғалым Қаныш Имантайұлы Сәтбаев болады. Яғни 16-шы сұрақтың жауабы бізде С. Ал Төлеубаев бізде Шіліктегі, мысалы Шығыс Қазақстандағы қорымды зерттеген ғалым профессордың қатарына жатқызылады. Келесі 16-шы сұрақтан кейін 17-ші сұрақ жоқ екен. 18. Мұхтар Әуезовтың КСРО мемлекеттік сыйлығын алған шығарма. Мұхтар Әуезов КСРО-ның кезіндегі мемлекеттік сыйлықты алған шығармасын анықтауымыз керек. Біздегі Қилы заман ол Мұхтар Әуезовтікі емес. Ал Айман Шолпан мен өскен өрен шығармасы бұл бізде Ғабит Мүсіреповтікі. Ғабит Мүсіреповтің шығармасы. Сонда бізде Мұхтар Әуезовтің КСРО мемлекеттік сыйлығын алған шығармасы Абай шығармасы болып табылады. Яғни 18-ші сұрақтың жауабы бізде Д. Келесі 19-ші сұрақ. 1783-97 жылдардағы кіші жүзде болған көтерілістің басшысы. Жалпы қазақ жерінде 10 шақты ірілі ұсақты көтерілістер болған болатын. Яғни оннан да көп. Соның ең ұзаққа созылғаны 14 жыл аралығын қамтыған көтеріліс ол бізде Сырымдат ұлының көтерілісі болып табылады. Сырымдат ұлына тоқталатын болсақ, бала кезінен бастап Бала би деп аталған, Бала би деген атақты алған. Кіші жүздегі Байбақты руынан шыққан. Кенесары Қасымұлы. Кенесарының Қасымұлының көтерілісі бізде 1837 жылдан 47 жылға дейін қамтыған. 1841 жылы қазақтың ханы болған. Қазақтың ханы болып 6 жыл ел билеген 41-ден 47-ге дейін. Және де Кенесары Қасымұлы бізде 300-дің толық қамтыған ірі көтеріліс болған болатын. Бұл бізде 83-97-ге сәйкес келмейді. Оның уақыты 37-ден 47-ге дейін. Махамбет Өтемісұлының көтерілісі
1836-дан 1838-ге дейін ішкі ордада, яғни Қазақстан территориясының батыс аймағындағы ордасы немесе ішкі ордада болған болатын. Бұл көтеріліс жалпы 1836-тан 38-ге дейін болған. Махамбет Өтемісұлының қасында Исатай Тайманұлы болған болатын. Исатай мен Махамбеттің көтерілісі кезінде Тастөбе және Ақбұлақ шайқастары орын алады. Осы кезде осы екі жерде ірі шайқас болған болатын. Исатай мен Махамбеттің кезіндегі Бөкей ордасының ханы Жәңгір хан болған болатын. Жәңгір хан. Ең алдыменен Исатай қайтыс болады 1838 жылы, кейін 45 жылы Махамбет Өтемісұлы қайтыс болған болатын. Осылай 19-шы сұрақтың жауабы бізде 83-тен 97-ге дейін, яғни 14 жыл бойы қамтыған ең үлкен көтеріліс ол Сырымдат ұлының көтерілісі. Ал жалпы қазақ жеріндегі көтерілістердің ең басындағы болған түрткі болғаны ол кіші жүз бен орта жүзде қамтылған 1700 жылдарда, яғни 18-ші ғасырларға қарай 18-ші ғасырда 73 пен 75-ші жылдары Емельян Пугачевтің көтерілісі болған болатын. Келесі 20-шы сұрақ. 15-ші ғасырдың 20-шы жылдарында жошы ұрпақтары арасындағы қырқыс пен Ақ Орданың құлауы нәтижесінде құрылған мемлекет. Яғни 15-ші ғасырдың 20-шы жылдары Қазақстан территориясын Шыңғыс хан жаулап алғаннан кейін бәйбішеден туған 4 ұлына территория бөліп береді. Кіші ұлы Төлесіге Монғолияны берген болатын. Қара шаңырақты. Ал Қазақстанның территориясын 3 ұлына бөліп береді. Ол Қазақстанның солтүстік орталығын батысын үлкен ұлы Жошыға береді. Қазақстанның оңтүстігіндегі оңтүстік шығыс аймақтарын Шағатайға береді. Ал Қазақстанның шығыс бөлігі Батыс Моңғолия аймақтарын үшінші ұлы Үгедейге береді. Кейін Шыңғыс хан қайтыс болғаннан кейін 27-ші жылы ел билігіне Үгедей хан болып тағайындалған болатын. Енді бұл жердегі жошы ұрпақтары арасында қырқыс пен Ақ Орданың құлауы нәтижесінде құрылған мемлекетті сұрап тұр. Ол бізде, яғни бұл жерде жошы ұлысы және Ақ Орда. Жошы әкесінен бұрын қайтыс болады. Жошыдан кейін ел билігіне екінші баласы Бату келеді. Бату келіп, Алтын Орда деген мемлекетті құрады. Ол Алтын Орда мемлекетін 42-43 жылдары батысқа, яғни Ресей жерінен жорықтан кейін құрған болатын. Алтын Орда мемлекетін Бату басқарады, Ақ Орданы үлкен ұлы Жошының Орда ежен басқарған болатын. Яғни батыс Дешті Қыпшақ, шығыс Дешті Қыпшақ жерінде құрылған мемлекеттер. Осы мемлекеттерден кейін Ақ Орданың соңғы ханы Барақ қайтыс болғаннан кейін билікті Шайбани әулетінен шыққан Көк Орданың ұрпағы Әбілқайыр елді басқарады. 1428 жылы Әбілқайыр таққа отырады. Көк Орда бұл жерде болмайды. Астрахань хандығы ол қазақ хандығының солтүстік батыс бөліктеріндегі көрші мемлекет. Моғолстан деген Шағатай ұлысы екеуінің батыс жерінде Әмір Темір құрылады, шығыс жағында Моғолстан құрылады. Осы Моғолстан мемлекеті. Ал жалпы 20-шы сұрақтың жауабы бізде Әбілқайыр хандығы. Келесі 21-ші сұрақ. 18-ші ғасырдың екінші жартысы мен 19-ші ғасырдағы Қытайдың Қазақстанмен іргелес жатқан аумағы дейді. Яғни бізде Қазақстан территориясының Қазақстан мен Қытай біздің оңтүстік шығысымызда. Қытай. Осы екі мемлекеттің арасындағы
іргелес жатқан аумақ, яғни территориясын алуымыз керек. Ол бізде әрине шынжаң аумағы, яғни шынжаң аймағы болып табылады. 21-ші сұрақтың жауабы В. Келесі 22-ші сұрақ. 19 ғасырда қазақтар негізінен сауда-саттық жасаған Қытай қаласы. Яғни Қытайдың қаласы 19 ғасыр керек бізге. Және сауда-саттық Қытайдың қаласы. Қапал Қазақстан территориясындағы, Шәуешек, Жәміш Қазақстан территориясында, Бұқтырмада Қазақстан территориясы, бұл жердегі Қытай қаласы болып табылатыны Шәуешек. Сауда-саттық жасалған қала. 23-ші сұрақ. 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақстанның Қытаймен сауда айналымдарын дамытуда ерекше рөл атқарған Жетісудағы бекіністер. Яғни Жетісу жеріндегі бекіністерді қарастырамыз. Ол Өскемен, Орынбор. Бұл жерде Орынбор бізде Ресей территориясында, бұл сәйкес келмейді. Семей, Қызылжарда сәйкес келмейді. Семей шығысымызда. Қарқаралы, Аягөз сәйкес келмейді. Ең Жетісу жеріндегі бекіністер ол бізде Верный мен Қапал. Верный деген ол қазіргі біздің Алматы қаласы. 24-ші сұрақ. 19 ғасырдың бірінші ширегінде Қазақстанның шығысындағы Қытаймен сауда байланысындағы орталыққа айналған бекініс. Қазақстан территориясы осы территориядағы шығысында, яғни шығыстағы шығыс. Қытаймен сауда байланысындағы орталыққа айналған бекініс. Орал бізде батыста, ол сәйкес келмейді. Бізді шығысты сұрап тұр. Шығысындағы. Өскемен шығыста. Торғай ол солтүстік бөлікте. Орынбор да солтүстік Қазақстан территориясындағы бекініс. Сонда 24-ші сұрақтың жауабы бізде В варианты. Яғни 19 ғасырдың бірінші ширегінде Қазақстанның шығысындағы Қытаймен сауда байланысындағы орталыққа айналған бекінісі Өскемен бекінісі. Келесі 25-ші сұрақ. 1832 жылы Бөкей ордасында жәрмеңке ұйымдастырған хан. 1832 Бөкей ордасы жәрмеңке ұйымдастырған хан. Бірінші Шерғазы хан. Шерғазы Бөкей ордасын емес, қазақтардікі. Айшуақ Әбілқайыр ханның баласы. Бөкей хан. Ол Бөкей хан Алтын Ордадан ноғайлық бөлініп кеткен қолбасшы ретінде айтылады. Кейін Бөкей. Бұл жердегі 1832 жылы Бөкей ордасында, яғни ішкі ордада құрылған жәрмеңкені ұйымдастырған хан бізде Жәңгір хан болады. Осы ішкі орда жалпы бірнеше мәліметтер айта кететін болса, ішкі орда 1801 жылы құрылған. Бірінші Павел патшаның бұйрығымен Еділ мен Жайық арасындағы құрылған орда. Кейін ол 1845 жылға дейін болған болатын осы Бөкей ордасы. Осылай бізде 25-ші сұраққа дейінгі бүгінгі видео сабағымызды аяқтаймыз.